Қалайсыңдар? Бүгін біз финанс туралы жүретін боламыз. Бүгін күн бойы, бүгін саяхат, шаруаның барлығы, кездесудің барлығы финанс реттеуге, яғни біз неше таптық, неше табу керек, біз қанша табылды, қанша клиент келді, қанша сатылды, қанша расход болды, шығын болды, пайда болды, соның барлығын есептеуге жатыр. Отырамыз, ізіңге отырамыз, шығынды күн есептейміз. Кеттік, еш қолда оңай. Қандай күшті әңгіме айтамыз, бірақ қолымызда оңай. Пока рано. 101-ді күтеміз да, әңгімеміз $101 миллион деген сияқты ғой. Но это временно. Надо өту керек. When you're feeling down and you're out, like you got nothing but doubt, you're alone in the crowd, just trying to figure it out. All of this cloud and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Wake up, it's me. You're gonna follow your dreams, or are you just gonna be another cog in the scene? You feel the hope in this beat, yeah, the hope that you need to proceed and be exactly what you want it to be. I feel right and I'm proud, hype and I'm loud. I'ma shout all about how I feel in the now. Ain't nobody ever gonna try to change me till I'm dead, pushing up daisies. I'm alone in the crowd, I won't feel down. I got hope right now, and I know I'll be found. I don't really care just what all other haters gotta say. I know everything I do is gonna make them fade away. And when you feel like you're nothing, but you wanna be something, well, all you really need is hope. I just want you to trust me if you wanna be something, then all you really need is hope. Take a look in the mirror, are you seeing some fear? You hear the voice in your ear, can you start to see clear? Are the bad thoughts near? Or can you be where your feet are, yeah, when you stand right here and say no, I'm never gonna give up. Наушникті алдым, коврикті алдым, штатив алдым, қалтада микрофон, кеттік тренировкаға. Мен қазір тренировканың барлығы осанкеге болатыр, сондықтан бізге осанканы тіке жүру керек та, и компьютерінде отырамыз, көп отырыста отырамыз. Шым көп уақыттың барлығы отырып өтеді да, отырып өткесін біз осанкамыз тіке болу керек. Сол үшін осанкеге жұмыс жасаймыз. Мынау менің полем, міне. Осы жерге жатамын қазір. Тренировка растяжка әкетеді қазір. Семьялар отыр екен. Let's go, yeah, it's what you need when you're down, need when you're out, what you need when you're sad, and when you feel left out. You feel an energy drought, and then creeps out, but with a little bit of hope, you can figure it out. Keep your head high, even when you're down inside. Through the pain you fight, and through the painful nights, you keep striving, keep trying, keep driving, rising, keep thriving, surviving, nothing's in your way. Тренировканы бітірдік, аудиокниганы бітірдік. Бүгінгі әңгіме, мана телеграмда сөз жатқан кезде адамдармен идея келді. Менің осыған дейінгі неше челлендж жасадым, енді нешінші челленджім. Қазір бірге есептейтін боламыз. Бірінші челлендж ол примерно 9-шы класста ма болды, 8-де ма. Ол кезде ол челлендж мынандай болатын. Күнде мен кешке жүгіріп жүрдім. Бір боль болды. Айтпай қойын, не боль екен. Содан кейін все равно сені боль ғой өсіретін, іс-әрекетке келтіретін да, іс-әрекетке шақыратын. И сол кезде бір боль болды да, сол кезде менде саморазвитие сол кезде басталды. Ағылшынға жазылдым, гитараға жазылдым, күнде кешке жүгіріп бастадым. Сол кезде примерно бір 2 аптаға ма 10 күнге созылған шығар. 10 күн боль кету үшін 10 күн бойы жұмыс істедім, 10 күн бойы күнде шығып жүрдім, прям на скорость жүгіріп жүрдім. Сондай нәрсе болды. И ағылшынға жазылдым. Сонда прям дамудың кезі сол кезде басталған. Ол 10 күнге созылған ол челлендж. Потом келесі челлендж неде мектеп кезде болмады. Мектеп кезде ент кезінде болды. Давай осы күнде 25 тест деген сияқты. Но оны как челлендж ретінде қабылдаған жоқпын, просто дайындықтың бір несі ғой. Бір методикасы да. Ал келесі челлендж ол 2-ші курста АОС университетінде болған. Ол челлендж мынандай болды. Күнде бір отжимание істеп отырамын, и 100 күнде мен 100 отжимание істеймін деген болған. И соның видеоларда бар. Примерно неше 6-ші күнге ма келдім, 10-ші күнге ма келдім. Не помню точно, да? Но максимум 10 шығар. 10-ші келдім бе, вообще ұмытып кеттім ол туралы. Неге бізге қарапсың, күнде бір отжимание, и келесің 2 отжимание, келесің 3 отжимание, оңай сияқты ғой да. Но постоянно все қиын болған да маған. Но мен істеп жүрдім, ол видеоларда бар.
тапсам жерге қоямын. Сол нәрсе болды. Сол кезде 10-шы күн ба келіп қадалдым. Потом 3-ші курста тағы да бір челлендж қабылдады. Ол кезде ол крупный челлендж болатын. Менің ең күшті челлендждардың бірі мен прям өзгерткен. Ол челлендж 71 күнге созылған. 71 күн бойы бір талаптарды орындауға тырыстым. Ол 85 күнге ұқсайды шамалы. Примерно сол нәрсе. Потом адамдар қарап жатыр, принцип сұрап жатыр деп. И ол челлендж арбитрда тұрған кезде болды, потому что мен ортам, мен тұрып жатқан жерім, состоянием өзіме қатты ұнамады да, мен положениемді өзгерту керек болдым срочно. И сол кезде еще арбитрда тұрған кезде ол президентский парктың бойында болады. Президентский парктың несі ауасын білесіңдер, қандай салқын күшті. И сол мен ең крупный проект, сол кезде мен челленджер деген атқа ие болған шығармын. Сол кезде де адамдар айтатын, сенің көзіне сол кезде от болды деп. От болды, прям сен универге келесің, сен прям көрініп тұрады, сол мотивация не болғандай жанып тұрасың дейді да. Потому что мен шынымен оны жанып тұрып жасадым. Ол 71 күнге созылатын челлендж. Мен білесің, мен 3-ші күнге 32 или 36 точно не помню, но 32 шығар, скорее всего. 32-ші күнге келдім да, сол кезде сессия бастап кетті, бірақ ол причина. Ол ешқандай влиять етпейді, мен оны причина ретінде қабылдап жатырмын, сылтау ретінде. Сол үшін мен 32-ші күні қадалдым деп айта аламын официально. Но 32 күнде мен біраз өзгердім. Прям өзгердім. 185 шығар, но 90 градусқа мен өзгердім, потому что сол кезде мен өзімді түсіндім да, мен оказывается мен потенциалым қандай екен, оказывается мен жасай аламын деген сияқты өзіме өзі сондай күшіме көзім жетті да. 32 күн бойы жасадым, елестетіңдер. И сол кезде мен түсіндім, оказывается, адамдар айтады ғой, 10 күн аз сияқты, давай 30 күн деп. Ал в процессе 3 күн или 5 күн жасасаң, это уже бомба негізі. Потому что оны көп адам жасамайды. 5 күнді көп адам жасамайды. 5 күн бойы подряд сол челленджді көп адам жасамайды. Если сен 5 күн жасасаң, это уже бомба. Ал 3 күнде қадалып жатсаң, это тоже бомба. Но сен 3 күн жасай алдың ба, сен онда 10 күнді жасай аласың. Мен сол челленджім 32 күнге созылған болатын, бірақ прям өзгердім. Кітапта болды ол кезде, адамдар бәрі есінде ол, жаңадан тіркелгендер. Не помните, да, но мықты архив видеолардың барлығы бар менде. Барлығы емес, 2 видео ұшылып қалды. Потом келесі челлендж ол осыған дейін, осы Алматыда прям осы неде магистра оқып жатқан кезде болған челлендж. Ол челлендж менде 16 күнге созылды. 16 күнге созылды. 16 күнді қадалып қалдым. Неге? Потому что мен Алакөлге демалуға кетіп қалдым. Сол кезде мен ұтылып қалдым. Келесі челлендж ол қай кезде болды? Осы челлендж болды. 71 күнге созылатын. Бұл жерде мен 3-ші күнде қадалдым. Мен 9-ші күнде қадалдым да. 9-ші күнде қадалдым. И мынау, кажется, жасатқам 2-ші күнде мұнда. И неше челлендж болды? Мектеп кезде жасадым 1-ші челлендж. Потом АОСте жасадым 2-ші челлендж. Арбитра жасадым 3-ші челлендж. Мынаны жасадым 4-ші челлендж. 16-ші күнде қадалдым да. Мынау 5-ші челлендж. Мынау 5-ші челлендж екен. И мен осыған дейін челленджден бәрі жасап көргеннен кейін челлендждардың нюанстарын да білемін да. Мен сол үшін айтамын. Айтады ғой, кітап оқу деген кезде, кітап оқу деген не пойдет. Кітапты мен 10 бетін оқимын, немесе кітапты 15 минут бойы оқимын. Кітаптың аудиокниганы 15 минут бойы тыңдаймын. Немесе сондай прям сен нәрсең өлшенетін болу керек. Өлшенсе, сен өзіңнің прогрессіңді зерттей аласың да, бақылай аласың. Мен жасадым деп. А когда сен ағылшын просто мен ағылшын қараймын десең, ағылшын 2 минуттан кейін сен уже қарадың ағылшын деген сияқты. Сондай халтурлар пайда болады да. Сол үшін сенің әр ісіңде, әр қойған мақсатында четкость болу керек. Сағат осыншаға дейін осынша жасаймын, осыншама баннер жасаймын, осыншама вебинар өтсем, осыншаға дейін осынша жасаймын деген сияқты четкий не болу керек. Сол кезде сенің ісіңде четкий болады да, сен адамға түсінікті боласың. Сен непонятно болып жүрмейсің, екі ортада жүрген. Сен всегда четкостьқа үйренесің. И бұл челлендждан бүкілінен менің алатын нәрсе, мен ешқайсысына до конца жетпедім да, но сол кездегі мен ойлайтынмын, что мен 7 күннен асыра алмаймын да, 10 күн жасамаймын. Но мен асқаннан кейін Тайыр, сен, оказывается, осындай екенсің деп өзіңе самый бәрі айтады ғой, если даже весь мир против тебя, сен значит өзіңе сенің болса, сен айырасың деп. Ол шынымен солай. Когда сен сол кезде маған бүкілі күлетін да, что ой, что там, РДП деп да. Бірақ ол маған больше мотивация болатын. И қазір бастарында мен сондай адаммын да.
басында если сен жақсы көретін нәрсені жасап жатсаң, сен өзіңді дамытып өсіріп жатсаң, сол даму кезінде саған адамдар күлсе, это нормально. Не үшін? Потому что олар күледі, чтобы сен сол күлгенге, потому что оларға біреу күлсе, олар ыңғайсыз болып қалады да өздері сынып қалады. И тоже сол методты саған қолданады. Маған күлсе мен ұяламын, біртүрлі қоямын, маған күлсе адамдар күлсе дейді. И сол саған күледі, потому что сенің оған өсіртпегенді қалайды. Сен тоже потому что ол өзін өсіруге күш жетпей жатыр ғой, и сен өзіңе күш жетір өсіруге, и сен астыға тартуға тырысады. И сондай адамдардың несін түсіндім да, адамдар солай жасайды. Ну, неосознанно, но кейбіреулер осознанно жасайды, но неосознанно, потому что ондайдың барлығы осы адамдар вообще доброта болмайды ғой бұл өмірде. Сол үшін ол неосознанно болатын нәрсе, просто сен деңгейіңе түсіргісі келеді. Сен дамығанды қаламайды да. Сол үшін если даму жолында саған бір адам күлсе, ты на правильном пути деп айтады. Сол үшін мен оған көзім жетті. Сол үшін кім күледі, туман болсын, кім саған даму жолында дамытқан кезде саған күлсе, біл, что сен дұрыс жолда келатсың, тура жолда келатсың. Это сигнал, что давай, тайыр дальше топи, сен дұрыс келатсың. Или тағы біреу, топи дальше деген сигнал. Сол сигналдарды көре білейік, дамайық, өсек. Ешқашан даму жолында жаман жолға түсіп кетпеген, или даму жолынан зиян алған адам жоқ. Адам алса, ол дұрыс жаққа дамыған жоқ та. Даму жолының өзі бар ғой, ставка жақтан даму деген бар да, это уже идиотский нәрсе. Сол үшін дұрыс жолда дамыңдар, фильтрін өткізіңдер, әркімде өзіне фильтр болу керек. Допустим, менің фильтрім, мен бір бірден айтып отырмын, мен оны мен исламмен қараймын, ол исламның фильтрін өткіземін сүзгісінен, мынаның сөздерін сүзгісінен өлтіремін. Сүзгіден өткеннен кейін, онда нормально дейсің да, оны қабылдайсың. Әркімде сүзгі болу керек, сүзгі болмаса сен прямой қабылдасаң, сен екі отыра жоқ қаласың. Бодо шифр былай айтады, Брайан Трейси былай айтады, бүйтіп қаласың. Сол үшін сенде бір фильтр болу керек, бүкіл информацияны фильтрін өткізіп аласың да өзіңе қабылдайсың. Сол үшін дамай беріңдер, адамдар күле береді, дамай адамдар дамай береді, но сен өз өміріңді қолыңа алып дами бер. Кеттік. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it, it's impossible.